Қыздар, біз бүгін сіздермен осындай өте дәмді, өте ерекше трухлявый пен тортын дайындаймыз. Каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге мен Әсел. Барлық керекті заттарды описанияда мөлшерімен жазып қалдырамын. Алдымен өрік мейіз қара өрігіміздің үстінен қайнап тұрған ыстық су құйып қалдырамыз. Бұдан соң қамырын жасаймыз. Ол үшін жұмыртқамызды ыдысқа салып, 2 минуттың көлемінде осындай аппақ көбік болғанша миксермен араластырып аламыз. Бұдан соң оған қантымызды қосып, тағы да аппақ болғанша осындай миксермен тағы да араластырамыз 4-5 минуттың көлемінде. Бұдан кейін мен оған өрік тосабын қостым, ал сіздер сгущенка не болмаса повидло қоссаңыздар да болады. 1 минуттың көлемінде миксермен араластырып, оны қоя тұрып, ыдысымызға соданы салып, үстінен уксус қосып жақсылап араластырып, оны қамырымызға құямыз. Енді ұнымызды елекке салып, електен бөліп-бөліп өткізе отырып, миксермен жақсылап араластырып аламыз. Енді бұған қаймағымызды салып, тағы да миксермен араластырамыз. Міне бізде осындай бір келкі масса шықты. Енді бұны қоя тұрып, өрік мейізімізді алып, өріктеріміз бен қара өріктерімізді осындай етіп турап шығамыз. Мейізді турамадым. Енді осыны қамырымызға қосып, силиконды күрекшенің көмегімен жақсылап араластырамыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Пешімізді алдын ала 170-180 градусқа ысытып қойып, формамызға пергамент қағазын төсеп, жаңағы қамырымызды құямыз. Айта кететін жайт, форманың неғұрлым үлкен болғаны дұрыс. Сонда сіздердің қамырларыңыз жұқа етіп пісіп шығады. Ал менде формам кішірек болып, менің қамырым қалың болып кетті. Бұл тортты жинауда көп қиындық тудырады. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін қаймағымызды миксермен жақсылап 2 минуттай араластырып аламыз. Яғни біздің қаймағымыз арасына ауа кіріп, үлпілдек болу керек. Бұдан кейін оған қантымызды салып, тағы да қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Міне 40 минут өтті. Біздің осындай коржымыз пісіп шықты. Жаңа алдында айтып өткендей, менікі қалыңдау болып кетті. Бұл қазір жинауда үлкен қиындық тудырады. Енді оны пергамент қағазынан алып, осындай орамалдың үстіне қойып, осылайынан рулет етіп орап, 15 минутқа қалдырамыз. Міне 15 минут өтті. Енді коржымды ашып, енді қазір бұны мен шпажканың көмегімен бөліп шығатын боламын. Сіздер дайын сызғыш пайдалансаңыздар болады. Мен осындай 10 сантиметр етіп, шпажканың көмегімен бөліп шықтым. Яғни 3-ке, міне мына бөлігі артық. Бұны ыдысқа салып қойып қоямыз. Қазір бізге керек болады. Міне біздің алдыңғы креміміз. Енді осыны осы корждарымыздың үстіне осылай жақсылап жағып шығамыз. 2 қайтара. Міне осындай болды. Енді жаңағы алдыңғы қалған коржымызды осылай қолмен үгітеміз. Сіздер блендерде үгітсеңіздер де болады. Осындай болды. Оның үстінен кремді жақсылап құйып, араластырып қоямыз. Міне біздің тортты жинайтын ыдысымыз. Енді осыған жаңағы біздің коржымызды осылай рулет етіп орап, осылайнан қоямыз. Жаңа айтып өткендей, менің қамырым көп құйылғандықтан өте қиындық тудыруда. Сол үшін сіздер 2-ге бөліп 2 противенде пісірсеңіздер болады. Міне жаңаға артық коржбен осылайнан бетін осылай жауып шықтық. Шоколадты осылай ертіп аламыз, яғни сары маймен бірге. Енді сыртын шоколадпен жабатын боламын. Сіздер қаймақпен әрлесеңіздер де болады.
Міне бізде осындай торт шықты. Жасап көріңіздер, ас болсын.